Алла тағалаға жақындаудың бір жолы отырып, Алланың сізге берген жақсылықтарына қараңыз. Санақ жүргізіңіз. Көздің нығметі, құлақтың нығметі, есту нығметі, жүре алу нығметі, тыныс алу нығметі, жаза алу нығметі, білім нығметі, адамдармен байланысу нығметі, досыңыздың болуы, ата-анаңыздың болуы, балаларыңыздың болуы, өміріңіз үшін сізде бар барша жақсы нәрсеге қараңыз. Бұл өзіңізді жақсы сезінуге көмек береді, позитивті етіп, негативті кетіреді. Және әр жақсылықты ойлаған кезде, «Әлхамдулилля» деңіз. Әлхамдулилля, барша мадақ мақтау Аллаға. Әр айтқан сайын білесіз бе, көп сауап аласыз, және осылардың бірі жүрегіңізден шықса, қиямет күні таразыңызды түгелдей толтырады. Бұл Муслимнің сахих хадистер жинағында айтылған. Алланың сізге берген жақсылықтарын еске алу арқылы Аллаға жақындай түсіңіз.